Бәріне сәлем, бұл тез мультик. Бүгін кітапқа негізделген мультик көретін боламыз. Комментарийде бұл мультик туралы өз ойларыңды, немесе 1-ден 10-ға дейін бағаларыңды жазып, арнаның дамуына үлестеріңді қоссаңдар болады. Ерте заманда адамдар айдаһарлармен тату-тәтті өмір сүрді. Алайда адамдар аш күз боп бүкіл әлемді бағындырғысы келді. Айдаһарлар кеш болмай тұрғанда мұның бәрін тоқтатуды өтінді. Бірақ адамдар тыңдамай айдаһарларға соғыс жариялады. Бір зұлым ғалым айдаһар жейтін құбыжық ойлап шығарып, оған Нетлбрант деген ат қойды. Нетлбрант, қазақша аты Алтынбек. Алайда ғалымның өзі Алтынбектің алғашқы құрбаны болды. Алтынбек айдаһарларды жеуге шығады. Оттары Алтынбекке түк әсер етпегеннен айдаһарлар ұшып қашып кетті. Алтынбек оларды таппай мал боп жаратушысының сарайына қайтты. 100 жылдар өтті. Адамдар бүкіл әлемге иелік етіп, сиқырлы жаратылыстар туралы ұмытып кетті. Олардың бары туралы адамдардың ойына да келмеді. Бірақ ешқандай құпия мәңгілік емес. Файрдрейк деген күміс айдаһар мен Сорел есімді Брауни төменде не айтып атқан есту үшін құзға шығады. Генерал айдаһар от шығармаңдар, ұшпаңдар деп бұйырып жатқанда әлгі екеуі төмен құлап түседі. Генерал, не сандалып жүрсіңдер, бір нәрсемен айналысыңдар дегенде, Файрдрейк мысалға немен деп сұрайды. Генерал сөз таба алмай, басқалары саз балшықта жату, құйрықпен шыбын өлтіру деп тізіп айтып жатыр. Генерал шок болады. Бірақ балаларға шуламай тыныш жүруді ескертеді. Файрдрейк ақсақалдың әңгімелеріндегідей нағыз айдаһар болғысы келетін мәлімдегенде генерал оларды қуып жібереді. Жолай Файрдрейк Сорелға шағымданып келетір. Біз кімнен қорқуымыз керек деп. Сорел, бұл жер қауіпсіз ғой ақымақ деп үйіне кешкі ас ішуге кетеді. Келесі күні Файрдрейк ақсақалға келеді. Сол жерде Нұрым деген айдаһар жүр екен, қыздардың алдында өзінше мақтанып от шығарып. Ақсақал айдаһарлар жұмағы туралы айта бастағанда Нұрым оны мазақ қылады. Аташка, сандырған әңгімелеріңді айтып жатсың ба деп. Ақсақал ашуланып, Нұрым мұрын деп оны мазақтайды. Файрдрейк ақсақалдан айдаһарлар жұмағы қай жерде екенін сұрағанда, ақсақал таудың арғы жағында деп әңгімесін аяқтамай шаршағаннан ұйқыға кетеді. Кейін Файрдрейк Сорелға айдаһарлар жұмағы туралы айтады. Сорел ағашқа екеуінің суретін салады тырнағымен. Ол айдаһарлар жұмағына Брауниларға баруға болмайтын шығар деп ойлайды. Бір кезде дүдүш деген бір дүрсіл естіледі. Барып қараса, ол адамдар екен жарып жатқан. Айдаһарлар дүрбелеңге түседі. Ақсақал бұрын адамдар айдаһарлармен бірге ұшқанын айтады. Генерал жасырынып жаудың кеткенін күтеміз дейді. Нұрым шайқасу керек деп оған қарсы шығады. Бірақ генерал оның аузын жаптырады да, егер осылай жалғасатын болса, ай толғанда адамдар оларды тауып алатын мәлімдеп, барлығы жасырынуға асығады. Файрдрейк мүмкін бізге айдаһарлар жұмағына аттану керек деп сұрайды бәрінен, бірақ тыңдап жатқан ешкім жоқ оны Сорелдан басқа. Сорел, сен у жаққа қалай жетесің деп сұрағанда, Файрдрейк қанаттарымызбен ұшып деп жауап береді. Қыз, сен ешқашан ұшып көрмедің ғой дейді. Сол кезде оны анасы шақырып қыз үйіне кетеді. Кешке оның анасы үйде азық дайындап жатыр. Сорел әкесіне бұл жақтан кетіп басқа тұратын жер табу керектігін айтқанда, әкесі, егер сондай жер білсем, біз мұнда отырмас едік деп тіл қатады. Кейін түнде Файрдрейк ұйықтай алмай далаға шығып ұшып кетейін дейді. Кенет оған Сорел қосылады. Сөйтіп Файрдрейк айдаһары алғаш рет көкке самғап екеуі жолға аттанады. Бір кезде жандарынан ұшақ ұшып өтіп, олар құлайындап қалады. Сосын қаланы көріп Файрдрейк төменге түсіп көруді ұсынады. Сорел, қумаш, ол жақта адамдар бар ғой. Әйтсе де, менің бір таныс перім сонда бәрін білетін бақсы балгері тұратын айтқан. Мүмкін айдаһарлар жұмағын табуға ол көмектесетін шығар дейді. Файрдрейк, жақсы, оның аты кім деп сұрағанда, Сорел, интернет дейді. Олар сонда шуды шешеді. Сол мезетте қалада Бен деген бала қымбат інжу маржан алқаны ұрлап қашады. Жолда шәрт етіп киімін ауыстырып алады танымау үшін. Айдаһар мен Брауни бір жерге қонады. Сорел Файрдрейкке анда барып тығыл, мен интернетті тауып келейін деп кетеді. Содан Файрдрейк бір қойма сияқты бір жерге кіреді. Бұл жерде біреу түней ма? Файрдрейк терезеден айдаһармен бірге ұшып баратқан адамның суретін көріп ақсақалдың бұрын айдаһарлар адамдармен бірге ұшқан деп айтқанын есіне алады. Бұл әрине бір киноның жарнамасы. Сол кезде сол жерге ұрлықшы бала Бен кіреді. Ол айдаһарды көріп шошып кетеді, кейін күледі. Өйткені оны ішінде адамы бар костюм деп ойлап қалады. Алайда аузын ашып оның шын айдаһар екенін білгенде оның көтені дірілдейді. Айдаһар сөйлегенде өәпше. Файрдрейк жарнамадағы осы бала деп ойлап, анау сен бе деп сұрайды. Мандражы ұстаған бала, мен айдаһарлар әміршісі деп тіл қатады. Файрдрейк одан айдаһарлар жұмағын табуға көмектесесің бе деп сұрағанда, Бен, қолым бос емес ау дейді. Сол сәтте интернетті таппаған Сорел қайтып оралып, адамды көріп шошып, Файрдрейкке ұрсады, адаммен араласпаса деп.
Айдахар оның айдахарлар әміршісі екенін және ол айдахарлар жұмағын табуға көмектесетінін мәлімдейді. Брауни адамдардың бәрі алдақшы екен хабарлайды. Сөйтіп сөйлесіп тұрғанда полицейлер келгендіктен бала давайте кеттік іздейік жұмақты дейді. Сорел адаммен бірге ұшуға қарсы болады бастапқыда, бірақ сосын келісіп олар ұшып шығады. Бен полицейлермен қоштасады. Сөйтіп олар ұшып келетір. Файрдрейк айдахарлар жұмағы таудың арғы жағында екенін айтқанда, Бен ойбайлап айдахардан жерге қонуды талап етеді. Файрдрейк сен көмектесем деп едің ғой дегенде, бала жоқ ол мен емес басқа біреу шығар деп олар бір жерге қонады. Бен қоштасып қашып кетеді. Сонда екеуінің алдынан 3 гном шығады. Олар күміс айдахарды көріп аң-таң болады. Олардың бірі бір затымды ұмытып кеттім деп бір жаққа қашып кетеді. Бір гном қайда жол тарттың айдахар деп сұрағанда Файрдрейк бірден айдахарлар жұмағын іздеп жүргендерін айтып қояды. Гномдар аңыз бойынша айдахарлар жұмағын тапқан күні күміс алтыннан қымбаттай түсетінін хабарлайды. Барлық әңгімені Бен тыңдауда. Ол әлі кетпепті. Бұл жаңалықты естіген ол енді ұрлықпен айналыспасам да болады деп қуанып кетеді. Екі гном қоштасып кетеді. Олардың орнына Бен келеді. Жүріңдер көмектесем деп. Сорел бұған қарсы әрине, содан Бен екеуі ұрысады. Сол уақытта бағана жалғыз өз кетіп қалған гномдардың бірі Алтынбектің сарайына кетіп баратыр тоқылдақ. Дау-дамайда Беннің ауы пырт етіп жыртылып қалады. Сарайда Алтынбек Твиглэкқа көңілін көтеруді бұйырып, Твиглэк оны танысу сайтына тіркейді. Сол кезде сарайға жаңағы тоқырбас гном келеді. Ол айдахар көргенін оған айтып береді. Сол уақытта Файрдрейк сол сарайды көріп қалады. Сорел Беннен кешірім сұрап татуласуды ұсынады, алайда бұл оның тұзағы болып шығады. Ол баланы лақтырып жібереді. Алтынбектер уже келатыр. Біреудің келатқан Файрдрейк байқап, топ ұшады. Алтынбек үлгермей қалды. Ол Твиглэкті қарғаға отырғызып, солардың артынан жібереді, скайппен хабарласып. Сол мезетте үй жақта барлығы Файрдрейк пен Сорелдің жоқтығын байқайды. Таңертең ұшып бара жатып Бен Файрдрейктен от шығаруды сұрайды. Файрдрейк ойланып тұрып, жарайды деп енді от шығарайын дегенде олар құйынға тап болады. Арттарынан Алтынбек жіберген қарға ұшып келеді. Файрдрейк есінен танып, олар төмен құлайды. Құйын аяқталғанда Бен оянып құмнан шығады. Сосын Сорел да шығады. Твиглэк ағашқа ілініп қапты, қарғасы жоқ. Бен мен Сорел Файрдрейкті іздеп құмның астында қалған бір сарай сияқты бір жерге кіреді. Айдахар осы жерде екен. Кенет Василиск деп аталатын құбыжық кіреді. Бен Файрдрейкті оятқаннан кейін бізді қорқыта алмайсың деп өзінше болып, айдахарға оны қуыруды бұйырады. Алайда Файрдрейк от шығара алмайды екен. Содан олар қашады. Василиск баланы ұстап алды, бірақ оны Брауни құтқарады, назардың бәрін өзіне аударып. Сосын керісінше, бала оны құтқарады. Құбыжық шөуіне атылып келетқанда оларды профессор Барнабас құтқарып қалады. Ол құбыжықты планшетінің камерасы арқылы қатырып қойды. Сорел адам жануарды өлтірді деп айыптайды, бірақ сосын өзі де құбыжықты қатырады. Барнабас күміс айдахарды көріп, бұл раритет қой деп таңғалады. Бен ол от шығара алмайды деп айғайлағанда Файрдрейк ренжіп кетіп қалады. Үшеуі айдахарды іздеуге шығып, оны бала табады. Бала оның жанына отырып айдахардан жағдайын сұрағанда, айдахар от шығара алмайтынын. Сол себепті басқа айдахарлар оны мазақтайтынын мәлімдейді. Бала басқа айдахарлар деп таңғалады. Файрдрейк айдахарлар әміршісі, маған екінші мүмкіндік бер, мен жұмақты табуым керек дейді. Бала ол жұмақтың не керегі бар деп түсінбейді. Айдахар адамдар біздің мекенді қиратып жатыр, бізге қауіпсіз жер керек дегенде, бала адамдардың барлығы жаман емес, жақсылары да бар дейді. Файрдрейк Беннен сен жақсы адамсың ғой, иә деп сұрағанда, Бен сенімсіз иә дейді. Айдахар демек сен бізге көмектесесің ғой деген сұрақ қояды. Бала енді осы сәтке дейін сендер тастамадым ғой деп жауап беріп, Файрдрейк қуанып кетіп рахмет дейді. Сол кезде профессор кеп өзінің шатырына шақырады демалып алыңдар деп. Жолда бала Брауниге бағана көмектескен үшін алғыс айтып, оны мақтайды. Арттарынан Твиглэк жүгіріп баратыр қалып қалмайын деп. Профессор Барнабас Файрдрейктен қай жаққа бет алғандарын сұрағанда, Файрекең айдахарлар жұмағына деп жауап береді. Профессордың ерекше жануарларды ұстайтын қорығы бар екен. Ол Василискті сонда апармақшы. Профессор Барнабас айдахарлар жұмағы шамамен Гималай жақта деп картадан көрсетеді. Бірақ нақты қай жерде екенін ешкім, тіпті оның танысы, айдахарлар туралы бәрін білетін айдахар танушы Субиша да білмейтінін мәлімдейді. Алайда мың көзді джин әлемдегі кез келген сұраққа жауап бере алады, бірақ байқаңдар дейді. Олардың әңгімесін Твиглэк тыңдап тұр. Профессор жолда зұлым алыптан, зұлым эльфтардан, теңіз жыланынан және тасты құстан абай болуды айтады. Ол шәтелесіп осы үшеуінен сақ болыңдар дегенде, Твиглэк шыдай алмай, төртеу ғой топас деп айғайлап, оны біздікілер естіп қояды. Алайда құртақын құмның астына тығылып үлгеріпті. Айдахар мен Брауни далада ұйықтайды, ал балаға профессор төсек ұсынады. Бала профессордың суретін көреді, сосын ұйқыға кетеді. Профессор Василисктің жағдайын тексеріп, оның қолтығының астынан Беннің газетін тауып алады. Ода оның ата-анасы жол апатынан қаза тапқаны жазылған. Арт жағында кроссворд.
Сол мезетте Алтынбекке скайппен Твиглек хабарласады. Твиглек бұлардың айдахарлар жұмағына ұшып баратқандарын, бірақ бірінші мың көзді Джинға баратындарын баяндайды. Алтынбек амалын тауып олардан көз жазба дейді. Содан Алтынбек жаратушысы зұлым ғалым жасап шығарған құрылғы арқылы Джин жаққа бет алады. Сол уақытта Бен түсінде жол апатын көріп шошып оянып, газетін іздеп таппай жатқанда Барнабас кеп көмек сұрайды. Профессор балаға газетін қайтарып, маған көмекші артық болмас, өткенді жіберіп, өмірді жалғастыру дегенде, бала түсінбей қалады. Профессор кроссвордтағы 6-шы сұрақтың жауабы дейді. Твиглек Беннің сөмкесіне кіріп алады. Сөйтіп айдахарлар профессормен қоштасып сапарға аттанады. Жолда олар зұлым алыпты көреді. Олар аялдап демалып алады. Сосын қайта ұшады. Пингвиндердің мекенінде де тоқтайды. Твиглек те олармен бірге. Біздікілер зұлым эльфтарға теңіз жыланына кезігеді. Сосын тасты құс сорылды алып кетеді. Айдахар мен бала артынан қуа жөнеледі. Көмекке келген айдахардың көзі жанып, ол аузынан көк от шығарады. Құс сорылды тасысып қашады. Файрдрек пен Бен оны құтқарады. Бала айдахардың аузынан от шығара алғанын айтып, олар соған қуанады. Файрдрек бұл айдахарлар әміршісінің арқасы деп ойлайды. Досын қызғанып көңілі түскен Брауни шетке барып қараса, олар Джиннің шатқалына жетіпті. Төмен түсіп олар жаяу жүреді. Бен бір машинені көріп, рөлінде пипілдет деп жазылған. Содан бала пипілдетуге тырысады. Бірақ дыбыстың орнына глушителден мың көзді Джин шығады. Джин, сұрақтарыңды қойыңдар, бірақ егер мен бұл сұрақты бұрын соңды естіген болсам, сендерге былай жасайын дейді. Содан тәуекел деп Файрдрек былай сұрайды. Айдахарлар жұмағы қай жерде? Жоқ деп бала шығады. Яғни сұрақ мынадай: айдахарлар жұмағы қай жерде жоқ? Джин жауап көп уақытты алады ғой деп ашуланады. Бен қалай жауап бере аласың, сөйтіп жауап бер дейді. Содан ол баланы көтеріп, оның көзіне қарап, таудағы бір өңгірді көрсетіп, жібере салады. Джин тағы сұрақтар бар ма деп сұрағанда, Сорел, иә, мына жақтан қалай шықсақ болады деп, 1000 рет қойылған сұрақты қойып, Джин шабуылдай бастайды. Жаңағыдан кейін Бен есін жиған жоқ. Айдахар өлді дегенде бақытына орай оны Алтынбек құтқарып қалады. Өйткені айдахарды өзі жегісі келеді. Екі зұлым төбелесуде. Файрдрек достарын алып ұшып кетеді. Бала әлі қуып отыр. Бір кезде ол өшіп қалады. Сорел профессордың танысына баруды ұсынады. Түн, топ ұшып келатыр. Үй жақта Нұрым Сорел мен Файрдректі адамдар ұстап алды деп өзі ойын айтып, генералды адамдармен соғысуға арандатады, өзі де соғысқысы кеп. Сол уақытта топ Үндістанға келді. Бен есін жияды. Айдахарды көріп таңғалған жергілікті тұрғындар оларға жақындайды. Сорел Субиша есімді айдахар танышын іздеп жүргендерін айтады. Адамдар Беннің айдахарлар әміршісі екенін біліп, оны көтеріп апарады. Ата Субишаны шақырады, шық далаға деп. Субиша шығып, өз көзіне өзі сене алар емес. Файрдрек ол туралы профессордан естігендерін және көмек керек екенін хабарлайды. Сөйтіп Субиша апа оларды айдахарлар әміршілерінің ғибадатханасына алып келеді. Файрдрек айдахарлар жұмағын іздеп жүргендерін айтқанда, Субиша апа ол жерді ешкім білмейтінін мәлімдейді. Апа оларға осы ғибадатханада Варин жерленгенін айтады. Ол айдахарға мініп, оларды айдахарлар жұмағында жасырып, кіретін жерді сиқырлы кілтпен жауып тастады олардың қауіпсіздігі үшін. Біздікілер суреттен әлгі зұлым құбыжықты таниды. Варин қалған айдахарды тапқысы келді, алайда құбыжық оны тауып өлтіріп, кілтті тартып алды. Варин өлер алдында бүйтіп айтқан. Ең қызық жерінде жаңа ата кеп қалады, Дивак деген. Ол Субиша апаның күйеуі екен. Дивак ата біздікілердің қарны ашып қалған шығар деп самса сорпа келіпті. Апа мен ата ұрысуда. Ұрысып болғаннан кейін Субиша апа Вариннің өлер алдында не деген айтып жалғастырады. Ол айдахарлар жұмағын тапқан күні күміс алтыннан қымбаттай түсетінін айтқан екен. Гномдар да соны айтып еді ғой. Бен құбыжықтың атын сұрағанда апа Алтынбек деп айғайлайды. Қожайынның атын естіп Твиглек шошып шыңғыр жібереді. Не екен деп сөмкені ашқанда Твиглек секіріп шығады. Оны Сорел ұстап алады. Твиглек Алтынбектің тыңшысы болғысы келмейтінін мәлімдегенде біздікілер шок болады. Файрдрек Алтынбектің оларда не қалайтынын сұрағанда, Твиглек ол сендердің оны айдахарлар жұмағына алып келуін қалайды дейді. Сол кезде Алтынбек звондайды скайппен. Твиглек оны жолдан адастырып көмектесе алатынын айтып, Алтынбекпен сөйлесуді бастайды. Ол қожайынына айдахарлар жұмағы солтүстік полюсте, оған әлі 18 күн жүреміз деп өтірікті соғады. Бірақ қазір қай жердесің деген сұраққа Үндістанда деп шынын айтып қояды. Ол жарайды, бол давай дейін деп атқанда Дивак ата кеп шалынып тәрелкесі қолынан шығып, Твиглек пен оның телефоны екі жаққа ұшып кетеді. Алтынбек біздікілерді көріп Твиглектің өтірік айтқанын біліп қояды. Алтынбек біздікілер таппай тұрғанда оларға айдахарлар жұмағын табу керек. Алайда Джиннің көзінде не көргені баланың есінде жоқ. Содан Субиша апа есіне түсіруге көмектесіп, картадан қай жер екенін көрсетеді. Бұл карта жаудың қолына түспеу керек деп тұрғанда қарға атаңа нәлет оны алып кетеді.
картасыз енді қалай табамыз деп қиналған оларға Субиша апа айдаһарлар әміршісі сендерге жол көрсетеді деп мәлімдейді. Бала білмеймін ғой қалай дегенде апашка сен өзіңнің не істей алатыныңды білмейсің, жүрегіңді тыңда дейді. Дивак ата тауда суық болады деп балаға қалың тон алып келіпті. Бала тонды киіп Твиглекпен бірге олар сапарға аттанады. Үй жақта адамдар жақындады. Бағана Сорыл тырнағымен салған суреті бар ағашқа жетті. Генерал көмекшісіне әскер жинауды бұйырады. Біздікілер тау жаққа жетеді. Бірақ әрі қарай қайда бару керектігін білмейді. Бір кезде Беннің көзі бағанағыдай жанып, анау тауға ұшуды бұйырады. Сол кезде Алтынбек те сол жерге жетеді. Айдаһарлар қарлы бораннан өтіп үңгірге кіреді. Бір кезде оларды Алтынбек көріп қойып қуалай жөнеледі. Біздікілер қашып келеді. Файрдрек мұзды жарып шығады. Болды, Алтынбектен құтылдық дегенде ол арттан секіріп, бақытымызға орай ұстай алмай төмен құлап кетеді. Содан үшеуі айдаһарлар әміршісі нұсқауымен бір жерге келеді. Бұлар осы есіктің артында айдаһарлар жұмағы бар деп ойлайды және сенеді. Олар есікті ашса, іште айдаһардың мүсіні бар екен. Бірақ мүлде жұмақ емес. Олар осы айдаһарлар жұмағы деп түсіне алар емес. Алтынбек қардан шығып ырылдауда. Соны естіп бала бізге тез арада кету керек дейді. Бірақ айдаһар жұмақты таппай ешқайда кетпеймін деп келіспейді. Бен оның бәрі өтірік деп оларды тастап кетеді. Бірақ өзінше болып келатқанда төмен қарай тоңқалаңаса түседі. Бала Алтынбекті байқап тығылады. Алтынбек адамның иісін сезеді. Алайда оның гном көмекшісі ізді көрсетіп, олар сол ізбен ішке кіреді. Құбыжық кеткенде бала Алтынбектен түскен алтынды көріп, ол алтын, ал Файрдрек күміс екенін түсінеді. Демек бұл күн күміс алтыннан қымбаттай түсетін күн, яғни күміс күштірек болады алтынға қарағанда. Үңгірге Алтынбек кіріп, Файрдрек қорқуды, қашуды қойып, онымен шайқасуды шешеді. Алтынбек оны құйрығымен қабырғаға шаптайды. Содан екеуі қашады. Файрдрек от шығара алмайды. Ол жоғары ұшады. Алтынбек өрмелейді. Бен қайтып оралып достарына күміс алтыннан қымбаттай түскенін, Алтынбектің алтын, ал Файрдректің күміс екенін және Файрдрек оны жеңе алатынын хабарлайды. Бірақ Файрдрек айдаһарлар әміршісімен ғана от шығара алам деп ойлайды. Алтынбек оны ұстап алды және Брауниді тырнағымен талдырды. Ол баланы да ұстады. Сол уақытта Твиглек молодец танысу сайтында қыз болып тіркеліп, оның көңілін аулайын дейді. Бұл сәтті болады. Бірақ Твиглектің телефонының батарейкасы отырып қалады. Бала Файрдрекке өтірік айтқанын, байлық үшін олармен бірге шыққанын, айдаһар онсыз да от шығара алатынын мәлімдейді. Алтынбек телефонын тастап екеуін қолына алады. Құбыжық баланы жей келе жатқанда Файрдректің көзі жанып, ол Алтынбекті ертеді. Барлығы аузын ашып аң-таң. Файрдрек шаршап құлайды. Сорыл баланы бір рат тастап кеткен үшін. Твиглек Алтынбектің өлгеніне қуанады және жаны жоқ алтынды тепкілей бастайды. Файрдрек тұрады, бірақ айдаһарлар жұмағы өтірік болып шықты деп көңіл күйі жоқ. Кенет Сорыл алтын арасында қызыл кристалл мен кристалл пішініне сәйкес кетікті байқап, кристалды сол жерге салады. Бұл Вариннің кілті болып шықты ма? Айдаһарлар жұмағына есік ашылады. Алақай, олар жұмақты тапты. Бұл жерде айдаһарлар еркін ұшып жүр. Бірақ бір кезде Беннің көңілі түсіп кетеді. Оған Файрдрек кеп, бұның бәрі сенің арқаң, айдаһарлар әміршісі дейді. Бен, мүмкін, бірақ мен айдаһарлар әміршісі емеспін дегенде күміс айдаһар Варин өзін айдаһарлар әміршісі деп атады ма? Бұл атақты саған басқалары береді деп жауап береді. Файрдрек баладан енді қайда барасың, осында қаласың ба, әлде өз қалаңа кетесің бе деп сұрайды. Бала, адамдардың арасында өмір сүруден не пайда, егер өзіңді жалғыз сезінсең дейді. Сорыл, бірақ адамдардың барлығы жаман емес қой, есіңде ме? деп өзінің сөздерін есіне түсіреді. Бен өткенді жіберіп өмірді жалғастыру деп профессор Барнабасқа барып оның көмекшісі болуды, өзімен бірге Твиглекті алып алуды шешеді. Айдың толуына аз қалғандықтан топ қайтады. Сол уақытта айдаһарлар әскері адамдарға соғыс ашпақшы, Файрдрек пен Сорылды адамдар өлтірді деп. Күтпеген жерден біздің күміс айдаһар мен Брауни ұшып келеді. Бәрі екеуінің тірі екендеріне қуанады. Ақсақал атасы Файрдректің аман оралғанына қатты қуанады. Файрдрек айдаһарлар жұмағын тапқанын жариялап, дәлел ретінде со жақта өсетін көк боп жанатын гүлді көрсетеді. Генерал оларды адамдар өлтірді деп ойлады. Файрдрек барлық адамдар жаман емес деп, олардың барлығы айдаһарлар жұмағына бет алады. Ақсақал Норымның үстіне мініп алған, одан қарқылдап күліп атын сұрайды, атың кім деп. Сорел адамдар туралы нақтырақ Бенді мақтап әңгімесін айтып жатыр. Бен болса ұрлаған алқаны кешіріңіз деген хатпен және Алтынбектің алтынымен қосып қайтарады. Бен енді жаңа отбасымен бірге. Айдаһарлар жұмағына бара жатып Файрдрек пен Сорел оған қолдарын бұлғауда. Соңына дейін көргендеріңе рахмет. Егер ұнаса арнаға жазылып колокольчикқа басуды ұмытпа.